Жалғастырамыз. Астана іргесінде Қорғалжын тас жолы мен Қосшы қаласына қарай айналма жолдың арасында өрт шығып, қаланы қою түтін басты. Бұған дейін әріптесім Азамат Бейбітұлы оқиға орнынан тікелей эфирде хабар таратқан болатын. Дәл қазір ахуалды өз аузынан естісек. Азамат, тікелей эфирдесіз. Біз оқиға орнынан алыстап, қаланың шетінен хабар таратып тұрмыз. Бірақ осы жерден де әлі қою қалың түтіннің қалаға қарай көшіп жатқаны байқауға болады. Түтіннің бағыты желмен тез ауысып тұр. Жаңа ғана осы жерде дым көрінбейтін түтін болған еді. Негізі Қорғалжын тас жолы мен Қосшы қаласының айналма жолында құрғақ шөп өртеніп жатыр. Түске таман түтенген тілсіз жауды өрт сөндірушілер әлі өшіре алмай жатыр. Ал Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бөлімшелері 15 гектар аумақта құрғақ жердегі өртті сөндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Оқиға орнына 1 сағат бұрын төтенше жағдайлар министрі Сырым Шарыпханов та келді. Астана қалалық төтенше жағдайлар департаменті өкілі өрт туралы пікір білдірген еді, тыңдап алайық. Таңғы сағат сол 9-дан осы кешкі сағат 5-ке дейін желдің қатты екпіні 20 метр секундасын болды. Сол себептен өрттің осындай жануы және де ол өртке өрт сөндіру техниканың кірмеуі осы сазды жер болғандықтан сонда қиыншылық туғызды. Мұндағы өртті сөндіруге Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамының 158 адамы мен 33 техника, сондай-ақ қала әкімдігі мен Астана орманының техникасы жұмылдырылды. Өртті сөндіру үшін Қорғаныс министрлігінің 2 тікұшағы тартылған. Өрт сөндіру штабы да құрылды. Дәл қазір өртті сөндіру жұмыстары әлі де жүргізіліп жатыр, бірақ тұрғын үйлер мен орман алқаптарына қауіп жоқ дейді мамандар. Лейла? Азамат, түсінікті, рахмет. Оқиға орнынан тікелей қосылған әріптесім Азамат Бейбітұлы. Қаланы көк түтін басып, тұрғындар демалу мүмкін емес, ауа жетпей қалды деп отыр. Күтпеген жағдай болды. Демалуға қиын әрине. Бірақ та қазір үйге бар жатырмыз. Үйдің терезелерін жауып, барынша сақтану үшін. Адамдарға да соны айтамын. Далаға шықпай, үйде сақтанып отыру керек. Мен жұмыстан ана жақтан шығып келдім, жай келем дегенше кәдімгідей дем жетпей қалды, ауа жетпей қалды. Мына жерде хотя бы нормально болып тұр, бірақ ана жақта кәдімгідей ауа жоқ. Демалу мүмкін емес, таңертеңнен бері осылай. Мен жұмыста отырғанда маған Астананың адамдары маска алып берген болатын. Соларға рахмет айтамын. Өртке байланысты дәрігерлер тұрғындарды көшеге себепсіз шықпауға, пәтердің терезелерін ашпауға шақырды. Ескерту әсіресе тыныс жолдарының созылмалы ауруы бар азаматтарға қатысты. Себебі ащы түтін аллергия туғызып, дертін асқындырып жіберуі мүмкін дейді мамандар. Сыртқа шыққан жағдайда маска, респираторларды немесе марлевый повязкаларды тіптен ештеңе болмаған жағдайда киімдерді ауыз, мұрын қуыстарын жабу арқылы солай шықсаңыздар деп өтінеміз. Және жаңағыдай атап өткендегідей жоғарғы тыныс жолдары және төменгі тыныс жолдары бар ауру пациенттердің өздері осы орайда сақтық шараларын қатаң түрде сақтанулары керек. Қазгидрометтің хабарлауынша қаланың бірнеше жерінде улы зат мөлшері рұқсат етілген нормадан асып кеткен. Алдағы 3 күнде циклон жүріп, елдің басым бөлігінде күн райы бұзылуы ықтимал дейді мамандар. Хабарымызды жалғастырамыз. Шұғыл келіп түскен ақпарат. Алматыда автокөліктерге тюнинг жасауға арналған салон өртеніп жатыр. Қызыл жалын Әуезов ауданы Жетісу 3 шағын ауданында тұтанған. Тілсіз жау жанында орналасқан дәмхананың да шатырын шарпыған. Қазір оқиға орнында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жұмыс істеп жатыр. Өрт аумағы әзірге белгісіз. Абай облысындағы орман өрті әлі толық өшірілген жоқ. Оған 2 аптадан 1 айға дейін уақыт қажет. Бұл туралы бүгін экология министрі Зүлфия Сүлейменова айтты. Қазіргі таңда тілсіз жау оқшауланды. Ол 60 мың гектар жерді шарпыған. Ал жергілікті флора мен фаунаны қалыпқа келтіру үшін ондаған жыл қажет.
За пределы этих границ мы пока не пускаем. Қазіргі таңда өрттің тарап кетуіне жол бермей тұрмыз. Ол бұрынғы шекарасынан асқан жоқ. Толық сөндіру үшін алдағы бірнеше аптада ауқымды жұмыс атқарылады.